Ассалаумағалейкум жігіттер, аңшылар мен балықшылар. Мен тағы да бір видео түсіріп отырмын. Мына жерде өз-өзімді таныстырып кетейін. Есімім Берік. Біз орналасқан мекен жайымыз Ақтөбе қаласы, Нокина көшесі 13Б. Бұрынғы сауда орталығы Султан деген. Қазір сауда орталық автотехцентр деп айтылады. Біздің мына инстаграмымыз бар, электронный почтамыз бар. Инстаграм Ақтөбе охота деген. Сосын осы номермен хабарласып отыруыңызға болады. Если карта жағында, аң шаруашылық жағында осы хозяйстволарға сіздер кіріп не істеп отырсаңыздар, аң шаруашылықпен барып қалып границаларды білмей жатсаңыздар, мен арқылы осы арадан біліп қарап отыруға болады, сөйлесіп отыруға болады. Так, енді біздер мына жерде көрсеткім келіп отырғаны приписное охотничье хозяйство дейміз де енді. Гусевский Малик деген ағамыз, осы хозяин территорияны, осы территорияны. Так, біз мына Ақтөбеден шықтық та, міне Талдысайдан өттік, Қабдаға келдік. Қабдадан келіп, біздер Оралға баратқан жағдайда, мына Оралдың жолы, асфальтталынған Оралдың жолы. Бара жатқанымызда, мына оң жақ беті Оралға бара жатқанымызда. Енді Қабдадан шығып, біздер Жарыққа баратқан кезде сол жағы, бұл да асфальтталған жол. Бұл Жарыққа қарата барады. Міне Жарыққа жетер-жетпес, міне бұрылып кетеді, Россияға қарата кіріп кетеді. Мына жағы Россия, мына жағы граница Оралмен, Орал облысымен міне граница. Тағы да қайталап өтейін. Міне Қабдадан шығасызда, жолмен келе жатқанда оң жақ беті. Міне. Сосын мына жағы граница, Оралдың границасы, мына Ақтөбе облысының границасы, осы арадан бөлінеді. Міне Россияның границасы мына жерде. Мына жерде жаңағы жол Жарықтан бермен қаратақ. Мына жол міне Жарыққа баратын жол. Осыған путевкілер құсқа да, аңға да бүкілі осы біздің жаңағы мекен жайымыз адрес бойынша. Осы арада путевкілердің бәрі осында реализовать етіледі. Осындан сатылады путевкілер. Енді орысша түсіндіріп кетейін. Уважаемые охотники и рыбаки, зрители нашего канала, YouTube канала. Наше местоположение получается город Ақтөбе, улица Нокина, 13Б, бывший торговый дом Султан, сейчас в данный момент автотехцентр, 2 этаж, 73-й бутик. Также у нас есть номер телефона, также на этом номере есть WhatsApp, Ақтөбе охота, Instagram, электронная почта, YouTube канал Ақтөбе охота. Вы тоже можете здесь все ознакомиться. Сейчас я в данный момент хочу вам объяснить, где находится территория приписного охотничьего хозяйства Гусевский. Так, мы выезжаем вот с Актюбинска, Талдысай приезжаем Хабда. С Хабды у нас асфальтированная дорога в сторону Уральска. Получается правая сторона. А если мы с Хабды выезжаем в сторону Жарыка, получается левая сторона. Тоже асфальтированная дорога. Так, наши границы, получается, вот с Хабды мы выезжаем. В сторону Уральска, получается, правая сторона. Мы граничим здесь с Уральским областным центром. Ну, получается, вот эта сторона Уральская, вот эта сторона Актюбинская область. Мы граничим, просто наша территория, вот эта территория, он граничит. Здесь с Российской Федерацией, получается, другая страна, Россия. И здесь повторно объясняю. Вот с Хабды выезжать, в сторону Джарыка тоже асфальтированная дорога. Получается, левая сторона. Здесь правая сторона, вот эта территория. На эту территорию также мы реализовываем путевки на водоплавающую дичь, и также на пушного зверя, получается, и на парнокопытных косуля, кабан. Вот одно приписное охотничье хозяйство Гусевский. Вот наш адрес, наш телефон номер. Меня зовут Берег. Можете обращаться. На все вопросы ответим.